Ең жақын нәрсе өлім. Онда ең жақын нәрсе қиямет. Қиямет, иә. Өлген кезіңізде білесіз ба жан қалай шығатынын? Адамға егер жақсы болса, Алла тағала жан алғыш періштелерді дайындайды екен да, айтады екен: жәннаттан барып дайындалыңдар деп. Сонда жан алғыш періште жанына біреуін ертіп, жәннаттан оған кебін алады екен. Жәннаттың әтірінен оған себеді екен. Сөйтіп, жаны үзілетін адамның көз ұшына келеді екен. Қалай көз ұшында көрінді, алдында пайда болады дейді. Алдында пайда болғасын жан аяқтан бастап шыға бастайды. Сол жанды алудан бұрын екі періште келіп, өте көркем суретте аңқыған жәннаттың әтір иісіменен келіп: ей, қош болған жан, Алла сенен риза болушы ғой, сені өзіңнің риза болған егең шақыруда, жәннатқа шақыруда деп көркемдікпенен жанын алады. Біреулер айтады, сол жанын алғанда адам әсем алманың иісін иіскейді ғой деп. Дәл осылай жан шығады да кетеді екен. Бірден содан жан қолына тиісіменен ол періште жібермейді. Ұстаған күйі жәннаттың кебініне кебіндеп көкке көтеріле жөнеледі екен. Көкке бара жатып, аспанға көтеріліп баратқанда періштелер жолығады дейді. Тоқтай қалып, мына қандай керемет иіс, мына не деген көркем жан, кім екен бұл десе, дүниедегі ең сүйікті аттарымен атайды дейді. Кім болушы еді? Бұл пәленшенің ұлы төленше деген жігіт, азамат, Алланың құлы, сәжде етуші, жұмадан қалмайтын мешіттің сүйікті қонағы болатын, оразаны қатты жанына жақын тұтып, садақаны аямай беретін пайғамбардың соңынан еріп қажылыққа барған, сол көштен қалмайым деп жанын осы Алланың жолында салған осындай құрметті жан дейді екен. Ондай болса, тезірақ ризалығына жетсін деп дұғадай сәлем айтып қалады екен дейді. Осылай жеті көк аспанды асып өткеннен соң Алла тағала бұған айтады дейді: ей, көңілі қош болған жан, мен сенің күнәңнің барлығын кештім. Енді дейді екен, мына кісіні қайтарыңыздар, қабірінен өз орнын жәннаттағы көрсетіп қойыңыздар, жәннаттың иісінен толтырып тастаңыздар бұл кісінің қабірін, нұрды жанына үйіп жарық етіп, жанына өз амалын серік етіңіздер дейді екен. Содан қабірге қойылғанда жанына бір көркем реңді киген кісі пайда болады екен. Сөйтіп, әдемі көркем мінезбенен сәлем беріледі: Алланың саған нұры жаусын, міне сізге жәннаттың көретін орныңыз, сізге жәннаттан терезе ашып қойдық дегенде, ал сен кімсің дегенде, ол кісі айтады дейді: мен сенің қайырлы амалыңмын, енді сенің жаныңда серік болам, қияметке дейін жаныңда